Ғашықтар қосылмайды. Сол күннен бастап қанша ойланбайын десем де 2 жұма соны ойлаумен өтті. Осылай біздің арайлы күндеріміз басталды. Қалай екенін білмеймін, әйтеуір аз уақыт ішінде мен де оған ғашық болып үлгердім. Онымен өткізген әрбір сәт есімде. Оның айтқан сөздері, бірге жүрген жерлер, сыйлықтар, тағы да басқалары. Ең қызығы, біз күніне 24 сағат болса, соның 10 сағаттай уақытын өткізетінбіз. Сол аздай қалған уақытта телефонмен сөйлесетінбіз. Екеуміз ел қызғатындай жұп болдық. Бізге Ромео мен Джульетта деп ат қойды. Оған да себеп бар еді. Шын ғашықтар қосылмайды деп айтады ғой. Мен бұған сенбейтінмін. Егер бір-бірін сүйіп тұрса, неге қосылмасқа дейтінмін. Күндердің бір күнінде ол маған айырылысуды ұсынды. Мен оны қалжың ретінде қабылдап, келісе салдым. Қалжың деп бір күн жүрдім. Сол күні не телефон соқпай, SMS те жазбағанынан кейін ғана оның қалжың емес екенін түсіндім. Бұған сенгім келмеді. Үмітім де үзілмеді. Қанша өзіме бәрі бітті десем де, жүрегім оны қаламады. Өйткені олсыз маған өмірдің мәні жоқ болды. Сол себептен де жүрегімнің соғысы жиілей бастады. Тек ата-анамның қол ұшымен ғана жүрек соғысы орнына келді. Есімді жинағанда мұның бәрі түс сияқты болса екен дедім. Бірақ жағымсыз нәрселер түсте ғана бола бермейді екен. Басына түскеннен кейін көнбегеннен басқа шара жоқ. Бірақ үмітсіз шайтан деді ғой, үмітім үзілмеді. Өйткені біз қол ұстасқан күніміз ерекше еді. Ол тек қана мейірім ғана емес, бақыт әкелген күн деп те айта аламын. Өкінішке орай бұл бақытты күндеріміз де ұзаққа созылмады. Бар болғаны 100 күн. Армандаған армандарымыз, жоспарларымыз ауа сияқты жоқ болды. Болатын нәрсе болды, мүмкін тағдырдың жазғаны осы болар. Осылай махаббат жолында мәңгілікке қоштастық.